сәттілік, адамгершілік, достық, ынтымақтастық, шыдамдылық. Тапсырмасын тағы да бір рет қайталап шығу үшін сіздерге хат келіп отыр. Осы хаттардан келіп бір-біреулеп алсаңыздар. Студенттер, тыныштық сақтаймыз. Бірінші сұрақ кімде? Менде. Оқи қойыңыз. Көп мүше деген не? Даусыңызды қатты шығарып оқыңыз. Көп мүше дегеніміз не? Көп мүше дегеніміз кез келген бір мүшені көп мүше деп атаймыз. Bir мүшенің қосындысын көп мүше деп атаймыз. Келесі. Екінші сұрақ кімде? Стандарт түрден көп мүше деген стандарт түрде көп мүше ол қашандалған стандарт түрде көп мүше. Келесі сұрақ. Менде көп мүшенің дәрежесі дейін айтамыз. Көп мүшенің дәрежесі өрнектегі көп мүшенің ең үлкен дәрежесі. Көп мүшенің дәрежесі деп айтамыз. Келесі сұрақ. Менде көп мүшелермен қандай амалдар орындауға болады? Көп мүшелерді қосуға, азайтуға, бөлуге и көбейтуге болады. Тамаша, керемет. Келесі Даниал. Термометр 15 градусын көрсетіп тұр. Дәл осындай термометр неше градусты көрсетеді? Неше градус көрсетеді? 15 градусты көрсетеді екен, е? Келесі. Алфавит ең соңғы. Бәрібір, е? Қараңғы бөлмеде майша мен керосин лампасы бар. Бірінші не жағасыз? Сіріңке. Сіріңке жаған дейді. Тамаша. Құрметті студенттер, сіздердің қолдарыңызда карточканы қарасаңыздар, әр цифрға сәйкес әріптер берілген, е? Егер сіздер цифрдың өсу ретіменен орналасатын болсаңыздар, бір сөз шығады. Кәнекей цифрларды өсу ретімен орналастырып көрейікші. Кәні жақындап қоямыз. Кәнекей, ауыстыңыздар ма? Кәні, қандай сөз шықты? Комбинаторика деген сөз шықты. Яғни, бүгінгі өтілетін жаңа сабағымыз біздің комбинаторика деген сөзге тығыз байланысты болады. Отырыңыздар. Өтілген жаңа тақырыпқа байланысты қазір сіздерге есептер шығаруға тапсырма беремін. Сіздер бүгін әрқайсыңыз мынандай сандарды алған кезде бірдей сандар шығып отырды, я? Сол кезде, яғни сіздер қазір жұп болып жұмыс жасайсыздар. Бірінші қатарда отырған екі адамға бір ғана тапсырмадан беріп отырамын. Сіздерге жұп бойынша орындауға 5 минут уақыт беріледі. Тамаша. Серпу сәтін жасап, кішкене серпу алайын, е? Кәнекей бәріміз орнымыздан тұрамыз. Қазір мен сіздерге сан айтамын, соған байланысты орындалатын жаттығу бұл негізінде. Жұп сан айтқан кезде шапалақ ұрасыздар, тақ сан айтқан кезде бір рет секіреміз орнымыздан тұрып. Жарайды ма? 20 5 18 7 46 54 15 Тамаша, 10 деген жауап кімде шықты? Барлығыңызда шықты ма? Онда мынаны сіздер әрқайсысын бір-бір ұпайдан деп есептеңіздер.
сабағымызды бекіту үшін қазір сіздерге жеке тапсырма беремін. Бұл жолы әрқайсыларыңызға бөлек тапсырма, сондықтан бір-бірімізден көшірмейміз. Және бұл жұптық тапсырма емес, жұптық тапсырма емес, тапсырмаңыздар бірге орындамаймыз, тек әрқайсымыз өзіміз үшін орындаймыз. Түсінікті ма? Мына жерге аты жөнімізді жазамыз және есептік шығару жолын жанына жаза береміз. Түсінікті ма? Өте оңай есе орындауға 2 минут уақыт береміз. Уақыт кетті. Аяқталды. Болдық па барлығымыз? Қолымыздағы парақты бір-бірімізбен ауыстырамыз. Қолымыздағы парақты бір-бірімізбен ауыстырамыз. Барлығымыз ауыстырамыз. Ауыстырғандағы дұрыс жауаппен тексереміз. Дұрыс жауабы 12 шықты. Алау белгілерін таратып беремін. Сіздер өздеріңізді бір-бірлеріңізді бағалайсыздар, иә? Кішкене сергіп алайық, бұл жолы енді миымызды сергітейік. Құрметті студенттер, кішкене миымызға сергіту сәтін жасап алайық. Ол үшін мен сіздерге сұрақтар дайын таратып берген болатынмын. Дайын болсақ, жауап беруді бастайық. Кәнекей, дайын екен, Даниял? Бір бөлмеде 9 свеча жанып тұр. Үшеуін сөндірсек қанша болады? Қанша болады екен? Үшеуі болады. Келесі. Қай жерде жексенбі сенбіден бұрын келеді ол? Ағылшын күндіз білсін. Иә. Жүзе алмайтын адам суға түссе қалай шығады? Су болып шығады. Конечно. Бірге елу батыр. Үй сыртында сүкенсе өліп жатыр, сіріңке. Келесі. Айда 28 күн бар. Барлық айда 28 күн бар. Тоқ бір аяғымен тұрса 3 килограмм, 2 аяғымен тұрса қанша килограмм? 3 килограмм. 3 килограмм, иә? Менің көлеңкеш жоқ, көлеңкенің көлеңкеш жоқ. Керемет. Бірінші 4 аяқты, кейін 2 аяқты, одан кейін 3 аяқты. Ол не? Адам. Ол адам. Тамаша, отырыңыздар. Сабағымыздың аяқталуына жақын қалды. Үй тапсырмасын бірінші үйге тапсырма алып алайық. Номері 22-де 6-шы есеп қараймыз. Бүгінгі менің сабағым ұнады ма сіздерге? Егер ұнаса, жүрекшені көтеріңіздер. Сау саламатта болыңыздар.